Ассалаумағалейкум, Құдайдан үміті зор ағайын, өздеріңізге белгілі Жаннатул Фирдауси қоғамдық қайырымдылық қоры осы уақытқа дейін талай игі істерге, жақсы бастамаларға ұйытқы болды. Бүгін Алланың қалауымен аула сыпырушыларына ыстық ықыласымызбен, ыстық шай мен дәмді донер таратамыз. Фирдаус фастфуд орталығының қызметкерлері қажетті ас сусынымызды дайындап қойған болу керек. Ендеше барып көрейік. Жақта бір апайымыз қала тазалығына өлшеусіз үлес қосып жатыр екен. Бірінші осы апайдан бастасақ. Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Біз мынау Жаннатул Фирдаус деген қайырымдылық қоры бар. Сол қордың атынан бүгін сіздерді қуантайық деп дәмді донермен қандай шай әкеліп отырмыз. Біз мынау Сарыағаштағы медресе бар. Сол медресенің Жаннатул Фирдаус деген қайырымдылық қоры бар. Медреседе қазіргі кезде бір 1000-ға жуық бала оқып жатыр. Қазақстанның әр аймағынан келген. Енді бұндай тамақты күнде жеп жүрсіздер ғой, бірақ сонда да көңіл болсын дегеніміз ғой. Қазақстан бойынша жұмыс істеп жатыр біздің қайырымдылық қор. Тамақтанып айтыр. Бойларыңызды жылтымаңыздар, апай. Алла сіздерге жәрдемші болсын. Көп рахмет. Немізді біліп атқандан рахмет. Қала тазалығына көп үлес қосып жатсыздар ғой. Рахметімізді айтайық деп сіздерге мынау дәмді донерімізбен бір ыстық шай алып келіп отырмыз әрқайсыңызға. Бір-біреуден. Әсіресе мұқтаж жандарға көмектесіңдер. Инвалид 2 баласы бар, 3 баласы бар, инвалид жандар бар, көзін көріп отыр. Сондайдың бәріге жетім балаларға көмектесіп жатыр. Мен өзім мақтанғаным емес, өсіп жүрсем де, соларға бөлемін ақшамнан. Сондай балаларға көмектесіңдер. Қаланың тазалығын атқарып жатыр қой. Бұл енді мұсылманшылық жағынан алғанда бұл өте өзімізге пайдалы қайырымдылық, былайша айтқан кезде. Сіздерге рахмет. Аяқ астынан кеп қағамызға айыпқа бұйырмаңыздар. Ой, әдемі келдіңіз мынау. Бар ниет. Бір-біреуден алыңыздар, бәріңізге жетеді Алла нәсіп қылса. Көптеген рахмет, жолдарыңыз болсын. Әйтеуір шаршамай, бейнеттеріңіз жана берсін. Осы жұмысшылардың барлығына ризамын. Әйтеуір барлығы өзінің учаскесін тазалап, общийда жүреміз осындай четкалап осы жолдардың бәрін тазалауға тырысып жатырмыз барлығымыз.